Махмуд Сабырхан 2023 жылғы әлем чемпионатының ең үздік боксшысы. Бұл турнирде оның қарсыластарының басым түскендігі сондай, чемпионатта бірде-бір раундты жеңілмеген екен. Бүгін біз сіздермен халық қазақтың Ломаченкосы деп атап кеткен Махмуд Сабырхан жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Махмуд Сабырхан 2001 жылы 9 қыркүйекте Шымкент қаласы Еңбекші ауданы Маятас ауылында дүниеге келген. Отбасында 5 ағайынды. Өзінен кейінгі інісі Төрехан да жасөспірімдер арасында 2 дүркін Азия чемпионы. Махмуд та жасөспірімдер арасында 3 дүркін Азия чемпионы атанған соң 2018 жылы әлем чемпионатына жол тартады. Мұнда ол жартылай финалда пуэрто-рикалық боксшыға аз ғана есеп айырмасымен жеңіліп, қола жүлдеге ие болады. Одан кейін ересектер арасында өткен Махмуд 54 келі салмақта 2021 жылы Сербия астанасы Белградта өткен әлем чемпионатына қатысады. Мұнда ол алғашқы айналымда оңтүстік кореялық боксшы 2 дүркін Азияның күміс жүлдегері, әлем чемпионатының қола жүлдегері Инку Киммен жұдырықтасады. Бойы ұзын қарсыласын зерттеу үшін отандасымызға 1 минут жеткілікті болады. Одан кейін Махмуд өз мәнерінде асықпай кореялық боксшыны бөлшектей бастайды. Отандасымыздың арақашықтықты жақсы сезіне алатындығы сондай, жекпе-жекке қарап тұрсаңыз, қолы мен бойы ұзын кәріс боксшысы емес, Махмуд секілді. Екінші раундтың басында кәріс боксшысының қолынан бірдемелер келе бастағаны сол еді. Махмуд бірден оның қарқынын басып тастап, ары қарай жекпе-жек тізгін өз қолына алып алады. Әлем чемпионатынан ұшып кетуге 1 раунд қана қалғандығын сезген Ким 3-ші раундта жанталаса алға ұмтылады. Алайда қолынан ештеме келмесін сезген ол берілуге мәжбүр болады. Молодец, да, молодец. Екінші айналымда отандасымыздың қарсыласы шотландиялық Мэтью Макхейл болады. Қолы ұзын, денесі ірі ол алғашқы раундты барынша агрессивті мәнерде боксасады. Дегенмен Махмудтың сәлде болса басымдығы бар еді. Шотландиялық боксшының жекпе-жек ортасында қарқынды күшейтетіні бар. Алайда өз ритмін тауып алған Махмуд енді қарсыласына еш мүмкіндік берер емес. 3-ші раундта жеңіліп жатқанына шашыған Макхейл Махмудты теуіп жібереді. 20 жаста болса да қарсыласының мұндай қылықтарына таза соққылармен ғана жауап берген Махмудтың бұл жекпе-жекті жеңгендігіне ешкімнің күмәні жоқ болатын. Ну, конечно же, кто бы сомневался, Махмуд Сабырхан выходит. Ширек финалда отандасымыз бразилиялық Мишель Триндадпен жұдырықтасады. Қарсыласын оң қолмен де, сол қолмен де соғып әбден есін шығарған Махмуд бразилиялық боксшыны еш қиындықсыз жеңеді. Екі қолмен де алғы кеңес айтуда. Жеңіл ойнады, тағы да бір хук. Сабырхан туралы бұл жігітке артыққа Махмуд машина Жартылай финалда Махмудтың қарсыласы үндістандық Акаш Кумар болады. Соңғы уақытта үндіс боксшылары қарқын алып келе жатыр. Бұл боксшыда өліспей беріспесі анық. Алғашында үнді боксшысы Махмудтың стиліне қолдарын түсіріп бокстаспақ болып еді. Отандасымыз олай істеудің қажеті жоқтығын бірден көрсетіп береді. Ал Махмуд болса әдетінше бірде сол қолмен, бірде оң қолмен тура соққылар жасап, қарсыласының есін шығарады. Бұл жекпе-жекте Акаш Кумар сол күйі алдында тұрған нысананы таппайды. Қарсылас шақ келтірмей финалға шыққан отандасымызды жапондық Томоя Цубой күтіп тұрған болатын. Әдетте Махмудтың қарсыластары өзінен ұзын болатындығына үйреніп қалған бізге кішкентай ғана жапондық боксшы оғаштау көрінеді екен. Дегенмен 25 жасар Цубой оңай шағылатын жаңғақ емес екен. Мүмкін финалдық жекпе-жекте қобалжу басым болды ма екен, Махмудта әдеттегі еркіндік байқалмайды. Керісінше әр соққысын айғайлап соғатын жапондық боксшы еркіндеу көрінеді. Трибун должна тоже вдохновить Сабырхана. Осы жігіттің мықтылығын атап өтудемін, тағы да жіберіп алды. Бұл жекпе-жекте өкінішке орай Махмуд өз ритмін таба алмайды. Дегенмен бар болғаны 20 жасында әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанған боксшы үшін бұл тамаша нәтиже және жақсы тәжірибе болатын. Махмудтың болашағынан көп үміт күткен бапкерлер енді оны 2022 жылғы Иордания астанасы Амманда өтетін Азия чемпионатына алып барады. Тағы да қарсыластарының барлығын жеңіп, финалға шыққан оның қарсыласы Токио олимпиадасының күміс жүлдегері филиппиндік Карло Паалам болады. Бала кезінен аштықты көріп өскен филиппиндік боксшының мықты екендігі көрініп тұр. Алайда бірінші раундта Махмудтың сәл де болса басымдығы байқалады.
Чемпионат жердің қай нүктесінде болса да міндетті түрде қазақстандық жанкүйерлер қолдап жүреді. Тең дәрежеде тартысты өткен жекпе-жекте төрешілердің көзіне филиппиндік боксшы жеңген секілді көрінген екен. Осылайша Махмуд Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанады. Дегенмен Махмуд секілді талантты боксшының күміспен шектеліп қалмайтындығы анық еді. Соған үміттенген бапкерлер енді Махмудты 2023 жылғы Ташкентте өтетін әлем чемпионатына дайындай бастайды. Чемпионатта екінші айналымнан бастаған Махмудтың қарсыласы венгерлік Иштван Сака болады. Қарсыластың бойы отандасымыздан қысқа екен. Байқасаңыздар, екі чемпионатта да Махмудтың жеңілген боксшылары өзінен бойы қысқа болатын. Алайда Махмуд алғашқы раундты сенімді түрде бастайды. Жеңілістерінен қорытынды шығара білгендігі көрініп тұр. Бұл жекпе-жекте Махмуд қарсыласына ешкім мүмкіндік қалдырмай келесі кезеңге өтеді. Қызыл бұрышта Сабырхан Махмуд жеңіске жетті. Мұнда қарсыласы ретінде үндістандық Сачин Сачимен жұдырықтасады. Аты жөні өзі осында екен, неге бір сөзді екі рет қайталап отыр деп ойлап қалмаңыздар. Сачиннің бойы да қолдары да ұзын және қашып жүріп жақсы жұдырықтасатын боксшы. Бұл жекпе-жекте де ол әдетінше екінші нөмірде бокстасуға тырысады. Бірақ біз Махмудтың бойы ұзын қарсыластармен еш қиындықсыз жұдырықтасатындығын жақсы білеміз. Әдетінше қолдарын сүріп алып, қарша жауған соққылардан өтіп кететін ол Сачиннің есін шығарады. Алайда үндістандық боксшы да жанталаса бокстасуда, арасында тура соққылары да тиіп жатыр. Үшінші раундта баспен соқтығысудың нәтижесінде Махмудтың сол жақ қабағы жарылып кетеді. Дегенмен бұл отандасымыздың жеңісіне ешқандай кедергі келтірмейді. Махмуд Сабырхан 5-0, тамаша бәрібір. Ширек финалда отандасымыз ганалық Мухаммед Амадуға қарсы шығады. Алдыңғы жекпе-жекте жарылған қабағы әлі қатып үлгермегендіктен, бұл жекпе-жекте Махмуд абайлап бокстасады. Отандасымыз орта қарқынмен бокстаса да, ганалық боксшы Махмудтың осал тұсын таба алмайды. Точно. Хорошо. Басымдықпен жеңіп тұрған Махмуд Сабырхан. Қызыл бұрыштағы боксшы 5-0 есеп. Жартылай финалда отандасымызды кубалық Иосвани Вейтия күтіп тұрады. 31 жасар өте тәжірибелі кубалық боксшы бірнеше әлем чемпионатының жүлдегері және 2017 жылғы әлем чемпионы екен. Дегенмен бар болғаны 21-дегі Махмудтың да одан атағы кем түсіп тұрған жоқ. Шахмат партиясы секілді басталған жекпе-жекте алғашқы раундта Махмудтың кішкене басымдығы байқалады. Екінші раунд басында қарсыласына алға жүруге мүмкіндік берген Махмуд соңына қарай өзі бірінші нөмірде жұдырықтасады. Осылайша отандасымыздың жетекшілігімен өткен бұл жекпе-жекте Махмуд Сабырхан қарсыласы азулы кубалық боксшыны таза жеңіп финалға шығады. Махмуд Сабырхан қадірменді жанкүйер әлем чемпионатының финалында. Ақтық сында отандасымыз ринг иесі өзбек боксшысы Ойбек Жураевпен қолғап түйістіреді. Жекпе-жек тең өтсе жеңісті алу қиын болады. Мұны Махмуд та бапкерлер де жақсы біледі. Сол себепті Махмуд алғашқы раундтан өте белсенді бокстаса бастайды. Артқа бір қадамда кері шегінбеген оның раунд соңына қарай әрбір соққысын нысанаға тие бастайды. Финалдық жекпе-жектің жауапкершілігі мен Махмудтың шеберлігі мысын басқан өзбек боксшысы екінші раундта тіпті босаңси бастайды. Шаршады Ойбек Жураев әбденді. Сабырхану Махмуду, и это будет справедливо, потому что хорошо Ойбек ничем не смог ответить Сабырхану на эти удары постоянно, раз за разом, боковые, прямые, по форму. Тәртіппен, әдеппен, мәдениетпен жүреді, міне тағы да! Үшінші раунд ортасында Махмудтың тура тиген соққыларынан соң рефери есеп ашады. Белгі беріле сала бірден шабуылға шыққан отандасымыздың дәл соққыларынан соң екінші нокдаунда санала бастайды. Осылайша Махмуд Сабырхан Қазақстанның қоржынына екінші алтынды салады. Өзбек боксшысы да ер екен. Жеңілгендігін мойындап, Махмудты құрмет қошемет көрсетіп, рингтен шығарып салады. Осылайша 54 келіде әлем чемпионы атанған Махмуд енді 2024 жылы Парижде өтетін Олимпиадаға дайындалуда. Алайда Олимпиада боксында 54 келінің жоқтығына байланысты ол жақында 57 келіге көтеріліп, Елорда кубогы турнирінде осы салмақтың лидері Серік Теміржановпен жұдырықтасқан болатын. Серіктің жанында Махмуд бұл салмақ үшін кіші екендігі байқалады. Алайда бокста бірінші орында салмақ емес, шеберлік әрине. Жекпе-жек барысын Махмудтың жылдамда сериялы соққылары тізгіндеп тұрады. Серік қарсыласының қатесін күтіп тұрғанда Махмуд өзінің ұпайын жинай береді.
Осылайша Махмуд Сабырхан 57 келідегі басты қарсыласы Серік Теміржановты жеңіп, бұл салмақта Қазақстанның атынан әлемдік додаларға қатысу мәртебесін жеңіп алады. Енді біз Махмудтан дәл осындай бокс өнерін көрсетіп, Олимпиада алтынмен қатар Вэл Баркер кубогінде қанжығаға байласа екен деп тілейміз, және сенім де білдіреміз. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл қазақ Ломаченкодан асып түсе ме? Комментарийға жаза отырыңыздар. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.